Сәлем достар, бүгінгі видеода сізді алдау жұмбақтары күтеді. Олар көптеген адамды шатастырады. Сондықтан сіз шартты естігеннен кейін жауап беруге асықпаңыз. Себебі бейнені кідірте аласыз. Және ең қиын сұрақты пікірге жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Белгісіз бір қалада фотосурет түсіру бойынша жарыс өткен болатын. Сол байқауда жануардың бейнесін түсірген Арман жеңіске жетті. Дегенмен көрермендер Арман алаяқтық жасады деп жанжал шығарды. Мына суретте күдікті нәрсені анықтаңыз. Дұрыс жауабы. Бұл жұмбаққа жауап беру үшін география білімін пайдалану қажет. Өйткені пингвиндер тек оңтүстік полюсте, ал аға аюлар солтүстік полюсте тіршілік етеді. Сондықтан фотограф фотошопты пайдаланған. Дұрыс жауап берсең, лайк басып кет. Номер 2 сұрақ. Аяжан теңізде көптен күткен демалысқа кетті. Ол жағажайда көп уақыт өткізді. Дегенмен шомылу кезінде медуза оған тиіп кетті. Судан шығып Аяжан көмек сұрап, тез айқайлай бастағандай 3 ер адам жүгіріп келді. Олардың әрқайсысы өзін жағажайда жұмыс істейтін және көмектесуге дайын құтқарушы ретінде таныстырды. Бірінші ер адам Аяжанға ауыз су бөтелкесін ұсынып, онымен тиген жерін шаю керек деді. Екінші ер адам Аяжанға ештеңе жасамауға кеңес берді. Тек күнде отырыңыз және күтіңіз деп айтты. Үшінші ер адам теңіз суын алып шаю керек деді. Аяжан қай адамға сенуі қажет? Дұрыс жауабы. Тек бір ер адам ғана, нағыз құтқарушы. Егер сізді медуза ұрса, онда ештеңе жасамай отыру үлкен қателік. Және жараны ауыз сумен шаю жағдайды нашарлатады. Бірақ теңіз суымен шаю дұрыс шешім. Сондықтан үшінші ер адам нағыз құтқарушы болып табылады. Номер 3 сұрақ. Патша жалғыз қызын үйлендіремін деп шешті. Ол үшін ол бір қатар сынақтар өткізді. Финалға тек 3 қатысушы келді. Соңғы сынақ күш сынағы болды. Қатысушылардың әрқайсысына бір таға берілді. Олар семсердің көмегімен мүмкіндігінше көп бөлікке бөліп, кесіп тастауы керек еді. Ескерту, рицарлардың әрқайсысы 2 рет соққы бере алады. Бірінші рицар 2 рет соғып тағаны 2 бөлікке кесіп тастады. Екінші рицар 2 рет соғып тағаны 3 бөлікке кесіп тастады. Қатысушылардың соңғысы қарсыластарына қарағанда әлсіз болғанымен, ол 2 соққымен 6 бөлікке бөле алды. Қалай бөлді? Дұрыс жауабы. Бұл сынақта рыцарь күшімен қатар тапқырлығын пайдалану қажет. Осы суреттегідей кесетін болса, 6 бөлікке бөле алады. Рыцарь ақылдың арқасында патшаның қызын ала алды. Номер 4 сұрақ. Смайликтер арқылы қандай кино екенін тап.
Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіз. Айтпақшы, Free Fire фанаты болсаң, менің ойын арнама жазылып кет. Керемет видеолар шығатын болады. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.